Так, мына жерде қазір тізіліп тұрған кроссоверлерді түсіре кетейін шеттен. Сарентадан бастайық. Сарента 2017 жылғы 114 миль жүрген 2.4 мотормен $10.800. Вин-код. Ақ түсті қара салонмен, полный привод. И 3 сиденьемен полный привод. Так, келесі Сарентамыз 2019 жылғы 101 миль жүрген 2.4 тоже $10.500 жүрген. $10.500. Так, вин-коды. Бұл жерде только передний привод, 3 сиденье. Мына бір қызыл түсінде отыр екен. Так, бұл енді 2018 жылғы 100 миль жүрген 2.4 $11.000 сап тұр. Бұның вин-кодын қараңыздар. Қызыл түсті, барлығы тканьмен, то есть велюровый салон, передний привод, 3 сиденье. Бұл жерде уже мындай дискпен тұр екен, протекторлар өте жақсы екен. Өзінің родной диск емес. Келесі, так, Hyundai Sonata 1.6 2021 жылғы 50.000 миль жүрген $14.700 дейді. Так, вин-коды. Панорама бар, бесключевой доступ бар. Комбинированный салон, замшымен кожзам. БСМ датчиктері бар. Комплектация жаман емес, жақсы. Қызыл түсінен 1.6 турбина бұл жерде. Так, келесі Сарента. Кеттік, Сарентамыз бұл жерде қара түсінен $11.000 деп тұр. 2015 жылғы 98 миль жүрген 2 объемдық. Так, вин-коды. Бұл жерде уже қызыл салонмен полная комплектация, кожаный салон, комплектация богатый, большой монитор, мультируль, ПСМ датчики, бесключевой доступ, пуш-старт. Еще некий люк бар. Үшінші ряд сиденье жоқ екен. Так, осындай комплектациясы енді жақсы, бірақ 3 ряд сиденье жоқ екен. Полный привод. Так, келесі серый түсінен Сарента $10.000 дейді. 2016 жылғы 2.4 мотор, 110.000 миль жүрген. Вин-коды ашып қараңыздар. Бұл жерде полный привод, тканевый салон. Және 3 ряд жоқ екен, 2 ряд только. Удар алдан болған, көрініп тұр. Алды боялған екен. Так, енді түсінікті $9.500 дейді. 2016 жылғы 135 миль жүрген 2.5 деп қойыпты. 2.4 шығар, может. Сарента. Вин-кодын қараңыздар, ашып. Так, тоже тканевый салон, полный привод. Және 3 ряд сиденье жоқ екен. 3 ряд сиденье жоқ. Біздікілердің ең керегі 3 ряд сиденье және полный привод. Так, келесі Санта-Фелер айта кетейін. Санта-Фелер 2017 жылғы $11.500 сап тұр. Так, 11.000 миль деп қойды, 11 емес, наверное, 110.000 шығар, наверное. Так, вин-коды. Вин-кодын ашып қарап жеріңіздер. Бүгін кішкене жаңбырлы күн, сондықтан қолмен сүртуге тура келіп тұр. Бұл жерде полный привод, комплектациясы өте богатый, бесключевой, БСМ. Так, панорама еще, задний штоклер бар екен, өзі көк түсінде. Енді комплектация былай айтқанда самый топовый екен. Подогрев, обдув. Көк түсінен. Бірақ салон бежевый түсті. Так, келесіміз Санта-Феміз $99.200 сап тұр. 2016 жылғы 109 миль 2.4 мотор. Так, вин-кодын ашып қараңыздар. Так, тканевый салон. Енді бұл жерде базовый комплектация екен. Полный привод. Люк ештеңке жоқ. Бесключевой жоқ. БСМ ештеңке жоқ. Енді базовый комплектация. Ақ түсінен. Сұр салонмен. Мінекей.
Так, келесіміз. Келесі Santa Fe. Тағы да мына бір соңғы Santa Fe'ні көрсете кетейін. $9500 дейді. 2016 жылғы 107 000 миль жүрген 2.4 мындай көгілдір сұр түсінде. Винкоды. Кожаный салонмен подогрев бар екен бұл жерде. Полный привод, БСМ бар, бесключевой доступ бар. Люктар панорамасы жоқ, задний шторкалар жоқ. Енді комплектация средний. Так, мына жақта енді көрсетпей қойым. В принципе, бағалар түсінікті болды бұлар бойынша. Мына Santa Fe'лерден көрсетіп кетейін. Так, мынадан бастайық. Так, 2020 жылғы 67 000 миль жүрген 2.4 мотор. $14,900 дейді. Бұл жерде Винконы қараңыздар. Мінекей, кожаный салон. Так, панорама. Енді полный привод. Удержание полосы, БСМ, бесключевой, пуш-старт. Комплектациясы тоже жаман емес, жақсы. Жақсы комплектация. Бірақ почти лысый қапты. Так, келесі 2019 63 000 миль жүрген 2 объем $13,800. $13,800 қара түсінен. Так, Винкодың қараңыздар. Ашып көріп онаған неке. Салонның түсі шоколадный түсі екен. Кожа. Так, только подогрев қана бар екен. Енді БСМ, удержание олар бар. Панорама бар. Қара түсін. Мінекей. Так, келесі мынау рестайлингті қарап жерейік. Рестайлинг $25,500 дейді. Бұл 23 жылғы 10 000 миль жүрген екен. 2.5 турбина. Винкод. Проекция бар екен. Комплектациясы жақсы. Так. 2.5 турбина. Так, мынау 5 турбина өйдім. 2.5 просто. Бірақ бұларда турбина жүр жоқ қой. Қателеспесем. Так, $24,000 дейді. 23 жылғы 35 000 миль жүрген екен. Винкодын қарап жеріңіздер. Бұл жерде де комплектация тура осындай, бірақ көп түсінен. Так, $12,900 2018 жылғы 63 000 миль жүрген 2.4. Так, мінекей Винкод. Бұл жерде тканевый, байқана базовый комплектация. Люк ештеңе жоқ. Так, Santa Fe бойынша сіздерге енді түсінікті болар деп ойлаймын. Santa Fe, Sorento. Дальше ары қарай кеттік. Мына жерде екі Sienna тұр екен. Мына $10,500 деп тұр, мына $11,500 деп тұр. $10,500 бір қарап өтейік. Так, 2017 жылы екен, 124 000 миль жүрген, 3.5 сұр түсінен. Комплектация LE. Вилюрмен 124 000 миль жүрген. Мінекей. Ортаңғы ряд. Барлығы бар. Так, Винкодын қарап жеріңіздер. Таза 2017 екен. Картофын ашып қараңыздар. $10,500 дейді. Так, электрические двери бар. Комплектация базовый енді. 3.5 объем. Так, уже ручной екен. Так, келесі XL комплектациясында. Бұл да 11,500 дейді. Бұның іші кожа. Так, 131 000 миль жүрген. Люк бар. Трехзонный климат-контроль бар. Электрические двери. Досаптор.
Так, задний шталкілері бар. Сиена бойынша бүгінге осы $11.500 саудасы бар. Кімге қызық жазыңыздар. Таза 2017 дейді. Вин-кодын қарап жіберейік. Мінекей 2017 9 ай дейді. Вин-кодын Carfax'ын ашып қарайсыздар. Парктроник, БСМ, мультируль, Сиеналар бойынша осы. Toyota Avalon 2.5 гибрид. Бұл енді жаңа күзіптағы, жаңа болында соңғы 20-дан былай қарай уже осындай бір әдемі келген 2.5 гибридте шыққан өздері. Мокр асфальт түсінде XST байқап тұрсаңыздар, обвестер өзі андай агрессивный болып тұр ғой. Сондықтан бұл XST болады. Өте әдемі түсінде. Қазір бағасын сұрайық. Бұның 2021 екен. 2021 87 миль 2.5. Ценник какой у него? 19. Можно? Сидите. Мінекей. Вин-кодын қараңыздар, ашып қараңыздар. Carfax'ын кімге ұнайды? Мына рыжий салонмен. Комплектациясы өте жақсы. XSC, черный потолок, комбинированный салон, электропривод. $19.000. Айрбаг открытый? Да. Айрбаг ашылған. На место поставили, да? Да, орнына қойылған. Оп. Подогрев сиденье бар. Алдыңғы люк бар. Мінекей, осындай варианттардан қарасыңыздар болады. Өте әдемі, өте жақсы. Так, біз дальше кеттік. Жаңбыр деген жауып бастады. Так, қайсыдан түсіреміз? Camry, бір Camry'дің басын біліп кетейік. Мына тұрған Camry гибрид қанша дейді бұны? Бағасы $8.300 2013 жылғы. Вин-коды. Мінекей вин-коды. Велюровый салон екен. Сырт үстен люк жоқ. Бесключевой доступ бар. БСМ жоқ. Гибрид 2.5. LE. Мінекей. Так, кеттік. Мына жерде бір хамелеон цвет Camry. Өте әдемі түсті екен. Қазір бұнда бағасын біле кетейік. Камаджоба, здравствуйте. Цена какая у нее? 16. 16. Так, 2019 жылға. Так, это пленка, да? Ага, пленканы қапталған екен. Еще қызыл салонмен. Пробег 122 тысяч миль. 22 миль жүрген. Так, XSC комплектация дейді. Так, панорама жоқ екен бұл жерде. Так, қызыл салонмен. Мінекей. Кімге қызық жаза беріңіздер. ТР дисктер. Кішігірім күйін жасалып келген екен. Бірақ енді бұл пленканың астында не бар екенін білмеймін. Сондықтан бұндай варианттар кішкене рискованный вариант. Америкада жайдан жай пленка жабыстырмайды негізінде. Артына Lexus Style стоптар салып қойған. Фонарьлар артқа. Жалпы осы. Осыны сіздерге көрсете кетейін дегем. Optima отыр екен, онда көрсетіп кетейін. 18 жыл екен. 18 жылға 2.4 мотор $7.200. Вин-кодын ашып қараңыздар. Көк түсті. Так, комплектация. Енді базовый комплектация бұл айтқанда. Велюровый салон. Окей. $7.200 дейді, арғай саудасы бар. Так, мынау бұлардан керек емес. Бізге рафты көріп жүрейік. Рафик 2016 жылғы 2.5 вин-кодпен. Вин-кодын қарап жүріңізді. Қара түсті. Здравствуйте. Так, ценник какая у нее?
13. 13 мың доллар дейді. Мінекей по вин-коду тоже 16 жылға. Электрический сиденьелермен, кожамен. Так, 105 мың миль екен. Все, спасибо. Қара түсті. Мінекей комплектациясы бой жақсы. Қарпақсын өздеріңіз ашып қарайсыздар. Черный потолокпен люк бар. Рейлингтермен. Sport Edition, полная комплектация. Ой, полный привод, то есть. Полный приводта. Мінекей удар алдан болған сияқты. Кішкене жөндеу жұмыстары көрініп тұр. Так, келесі. Қайсын көрсетіп кетейін сіздерге. 55 растаможенный. 55 растаможенный екен да ол. Гибрид тем более. Біз үшін қымбат болады. 10.200 доллар. 2014 жылғы. Вин-коды. Так, осы жерде жүрген машине бұл. Комплектациясы. Жирный комплектация. Кожамен, подогрев. Так, осылай. Так, 70-70-терді қарап кетейік. Одан кейін ас-центрді тағы түсе қойын. Так, 20 жылғы дейді, 62 миль жүрген. 2.5 дейді. Вин-кодын қараңыздар. AC комплектация, бірақ өкінішке орай бағасы жазылмаған екен. Так, кеше бір кісі осы ас-центрді сұрап еді. Оны да түсіре кетейін. Бірақ өкінішке орай бұл жерде де баға жазылмаған. 2021 55 миль 2.4 турбо. Так, вин-код. Вин-кодын ашып қарап беріңіздер. Бірақ бағасы бере алмай тұрмыз. Так, салон велюр екен. Салон велюр. Бар Outback көк түсінен 2020 жылғы 2.5-15.500 доллар сатып тұр. Мінекей. Вин-коды. Кожаный салон. Үлкен монитор. Люк. Өздеріңіз білесіздер, полный привод. Бұлар Outback. Өте жақсы машина. Так, мыналарды көре кетейік. Тағы бір Outback екен. Так, жылы ештеңе жазылмапты. Так, сайт. Здравствуйте. Цена какая у нее? 7300 доллар. Мінекей вин-коды. Так, мына жасыл Subaru'ды көрсетіп жатқан кезде жаңбыр тиіп кетіп өшіп қалған екен. Мынау Subaru'мыз 2014 жылғы 6500 доллар. Мына жерде Subaru Ascent. Бұл 2010 қай жылғы? 2019 жылғы 18.000 доллар. 2.4 турбо. Ақ түсінен. Мінекей вин-кодын қараңыздар. Ашып. Люкпен бежевый салон және кожаный салонда. Мінекей. Ascent сұраған кісілерге. Бұл еще limited комплектациясы. Бұдан жоғары еще touring комплектациялар бар. Мінекей. Так, Forrester'дің бағасы көрсетілмеген. Мына Outback'тың бағасы тоже көрсетілмеген екен. Так, мен сіздерге тек бағасы барларды көрсетіп кетейін. Так, Forerunner тоже көрсетілмеген екен. Кеттік дальше. Мына жерде Grand Highlander тұр екен. Grand Max комплектациясында тоже бағасы жоқ екен. Хозяиндар көбісі жоқ, себебі жаңбыр жауып отыр, бірақ бүгін өте көп адам базарда. Қазақтар да көп, орыстар да көп. Жақсы өтіп жатыр машиналар. Бір Ascent тұр екен. Бұның бағасы 18500 доллар 2020 жылғы. Мінекей вин-коды ашып қараңыздар. Так, бұл жерде енді уже режий салонмен. Панорама. Комплектациясы жақсы. Мінекей полный привод. Жаңа айттым, ол touring комплектациясы болды. Мынау уже touring комплектациясы. Самый высший комплектация. Акустика Harman Kardon бұл жерде. Көрінеді ма, көрінбей ма? Көрінбейді екен.
Жалпы осы Subaru бойынша дальше кеттік. Камри 80-дер уже бір 5-6 келіп қалған базарға. Көбісі утопленник. Себебі утопленникті электроникасын жасау оңай. Запчастьтар әлі де қиындау оларға табу. Сондықтан так, мына жерде $27,500, 7300 миль жүрген 2.5 гибрид. Мінекей вин-кодын ашып қараңыздар. Қалған 2 тұр екен ар жақта, олар $28,500 ұстап тұр. Комбинированный салон кожаный, эко-кожа. Мокрый асфальт үстінде. Келесі Хайландер. Бұл Хайландеріміз қанша ұстап тұр екен? Бағасы жоқ. Өкінішке орай. Бұл жерде де бағасы жоқ. Сіздерге тез түсіріп кетуге тырысып жатырмын. Так, RAV4. 21.900 екен, сызып $21,000 қойып қойыпты. XL комплектация, 22 жылғы 20,000 миль жүрген. Так, вин кодын қарап жеріңіздер. Карточкасын ашып, 2.5 бензин, бірақ комплектация пустой, LE комплектация, велюровый. Люк ештеңке жоқ. Так, мінекей. И XL полный привод, бірақ XL-ның базовый болып тұр болшым. Велюровый салонда. Мінекей. Шынылары зимний өте жақсы екен. Протекторлар мықты. Келесі Сиеннамыз ақ түсті. Так, $12,000 2015 жылғы 169,000 миль жүрген. Так, вин кодын қарап жеріңіздер. Так, кожаный салон. Люк бар. XL, тағы не айтамыз. Артқа штопкілері бар, монитор жоқ артқа. Келесі Lexus ES гибрид. Гибрид уже алды рестайлинг жасалған. 2014 жылға рестайлинг жасалған, 171,000 миль жүрген екен. ES 2.5 гибрид. Так, мінекей вин коды ашып қараңыздар. Бұл да мокрый асфальт түсінде. 12.800, 12.800, $12,800 ұстап тұр. Люк бар. Так, черный салонмен. Деревянный рульмен. Хром диски, короче. Так, мұнау қанша ұстап тұр екен? Бұның бағасы жазылмаған екен. Так, Santa Fe. Тағы бір Santa Fe. Мына жерде бұл 2017 жылға 57 миль жүрген. 2.4-8,000 ұстап тұр. Вин кодын ашып қараңыздар. Люк жоқ, базовый комплектация. Велюрмен. Там жоқ деген әңгіме болып тұр ғой. Спорт, полный привод комплектациясы. Кеттік, Outback'тарды көрейік. Outback'тардың бағасы не дейді? 23 жылғы Outback бағасы жоқ. Так, Wilderness $20,500 еді. 2023 жылға 2.4-48,000 миль жүрген. Мінекей. Вин кодын ашып қараңыздар. Wilderness өздеріңіз білесіздер, кішкене горный варианты, сондықтан қымбатырақ жүреді. Кожаный салон. Ши жап-жаңа екен былай айтқанда. Көк түсінен мына жерде разницасын салыстырып көріңіздер өздеріңіз. Мына Wilderness, мына обычный. Бұл жерде более широкий арка болып келген, мына көріп тұрсыздар ғой. И одан кейін бамперлерінде өзгерістер бар. Подвескасы тоже чуть повыше жүреді. Титановый дисклері қара түсінен. Айырмашылықтар осындай. Бұл Outback 2020 жылға 2.5 лимит комплектация, 2.5-30,000 миль жүрген екен. Вин код бойынша тоже 2020 жылғы екен.
печкесін бәрін қосып қойыпты. Барлығы жасап тұр. Кожаный салон. Бұның енді бағасын білу керек. Хозяин арғы жақта отыр деймін. Полный привод. Мынау да полный привод. Так, бұның жылын айта кетейік сразу. Жылы егін қараңыздар. 22 екен. Бұл жерде кожаный салонмен. Үлкен монитор, 40 мың миль жүрген. Люк. 2.5 бензин, лимитед комплектация тоже. Бағаларын сайтын боламыз. Хозяиндары жақын жерде көрінбейді. GX470 2010. Так, 17 жылғы. 25.500 доллар. Пин коды көрінсе көрсетіп кетейін. Көрінбейді өкінішке орай. Есігі жабық. 25.500 доллар дейді. Бұл да мокр асфальт үстінен 2017-ті. Кеттік. X5 F15. Кеп түрікті оларда. 2017 жылғы 3 объемдық 17.900 доллар. Мокр асфальт үстінде. Витті жасап қойған, әдемілеп. Пин кодын қараңыздар. Только өзім қараған жоқпын, сондықтан шошмаңыздар. Обычный салонмен. Бірақ витті агрессивті түрде М-пакет кигізіп өлтіріп жүрген ғой. Subaru Outback. Subaru Outback. Полный привод. Кожаный салон, рыжий комплектациясы. Былай айтқанда богатый екен. Көк түсті, темный көк. Так, оқи кетейік. 2014 жылғы 5800 доллар пробегі, 90 мың миль дейді. Так, бір қателескен жері 3.6 мотор екен бұл. 3.6 мотор бізге өте қымбат. Сондықтан жаңа қателесіп қалыпты бұл жерде енді. Кім алса да қазақтың бәрі Outback отыр ойбай деп Outback алған түрі ғой, значит. 2.5 емес 3.6 алып қойыпты. Мүмкін байқамай қалды ма? Арзан алдым деп. Так, осы. Так, Chevrolet Cruze 5300 доллар, 2014 жылғы 1.8 мотор и 133 мың миль пробег. Бензин, еще на механике. Механикада екен. Соңғы кезінде осындай айтағанмын механикасы жақсы, экономичный, бірақ бұларда теплообменник проблема етін. В общем, коробка автомат проблема, электроника проблема. Проблемасы көп мәселе бұл негізі. Бізде де ары кетсе 3 миллион жоғасы плюс-минус тұрады, қымбат емес, сондықтан бұл бізге вообще не выгодно. Қолайсыз. Так, келесі X5-ымыз 17.500 доллар, 2015 жылғы 3 объемдық. Бұл бағасын түсіріп қойған екен, басында 18.500 сұраған. Уже машина растаможкаға жасап қойыпты. Яғни срогы біткен екен. Растаможка жасаған, скорее всего. Так, джел оны айтпай қойын керегіміз. Так, мынау М-пакетте 2015 жылғы 3-литровый 18 мың доллар дейді. Действительно М-пакет деген. Енді М-пакет дегенде М-руль, аяқтың подножкасы бар. Қалғанның бәрін жасап қойған. Так, кезетік. Бізде батарейка өшіп жатыр. Chevrolet Malibu
21 жылға 9800 доллар 57 миль жүрген. Так. Винкода ашып қараңыздар картақсын. Люк жоқ, бесключевой доступ бар. Бірақ скорее всего отопленник себебі мына середен бәрі терлеп тұр, көріп тұрсыздар ғой. Ішінде әлі влага бар да, су дымқыл. ЛТ комплектациясы. По кузову вроде ровный барлығы. Картақсын ашып қараңыздар. Так. Малибудың бағасы примерно негізі сондай. Мына жерде уже 1.5 мотор Ford Fusion 11900 доллар, 47 миль, 20 жылғы дейді. 11900 долларға өте қымбат. Тем более 1.5 мотор бұл жерде өте нашар мотор. Бұлардың тоқа 2.0 гибриді болмаса 2.5 көруге болады. Так, Avalon келетін болсақ, уже тоже гибрид 2.5 2021 жылға 75 километр деп қойыпты, миль емес километр деп қойыпты. Так, винкоды, винкодын қараңыздар. Ашып, люкпен ақ түсті, кожаный салон. Так, ВСМ, бесключевой, XLE комплектациясы. А жо XLC екен бұл да. XLC жақынан көрінбей қалды. Тоже былай жақсы сияқты. Бірақ ну арттан дұры болған екен. О да арттан болған екен. Так, кеттік. Келесі Mazda дейді. Mazda CX-5 дейді. CX-5 па бұл? Так, 2021 жылы 15700 доллар. Тек негізі орыстар алады, біз Россияға жақсы өтеді, бізге қарай өтпейді. Себебі біздікілер Мазданы қатты жақсы көре бермейді. Кожаный салон, автомат коробка. Енді япошка, артық ештеңесі жоқ. CX-5. Камри 45-тер өте сирек кездеседі базарда. Түсіп кетейін, мына жерде үшеуі тұр екен. 5900 доллар 2011 жылғы 2.5 дейді. Винкода араға қапты. LA комплектацияда 5900 доллар. Пробегі дымы жазылмаған, люк ештеңе жоқ. Пустая комплектация 45. Так, мынау да тура сондай 45, 6100 доллар 2010 жылғы 2010. Так, бұл жерде де винкод тоже ажаны қалып кеткен, көрінбейді. Тоже велюр. Пробег дым жазылмаған. Бағаларын енді шамалас білу үшін көрсетіп жатырмын. XLE, AC'лер бұдан қымбатырақ жүреді. LE қызыл түсті, енді қанық қызыл түсті. Бұл жерде де 5000 доллар дейді. Так, тоже винкод жоқ. Жалпы ең арзан мынау 45 болып тұр ғой, 5000 доллар. LE комплектация 2010 или 11. Мінекей. Мынандай бір эксклюзивный машиналар да бар. Porsche екі есікті, то есть кабриолет, төбесі ашылады. Цветтері өте әдемі цвет екен. Мокрый асфальттың бір андай золотисті араласқан бежевый салонмен. Кім енді бір андай мақтанып, жалғыз басты, эгоистеніп жүретін кісілерге, жас студенттерге арналған машина. Винкоды ашып қараңыздар. Бағасы 30.000 доллар дейді. 2016 жылғы 2.5 кабриолет. Осындай эксклюзивный варианттардан да бар. 2.5 растаможкасы. Қанша болады екен бұның, интересно. Бұл жерде бір қызығы, бұлардың ручкасы жоғары көтеріледі. Как BMW E53 дағдай.
жазмаған ештеңке. Ford Maverick пикап американский. Бұлардың комплектациясы жақсы келеді. 52 миль жүрген екен, бірақ өкінішке орай бағасын көрсетпеген екен. Бұлар енді пикап болған екен, бізге растамашқысы кішкене грузовой ретінде қымбатырақ шығып кетеді. Бізге пикаптар келмейді. Камер 50, EC плюс, $7900, вин коды. 2014 жылғы люк бар, БСМ бар. БСМ жоқ, бескочевой жоқ, только люк қана бар екен. Ақ түсті, қара салонмен, комбинированный EC комплектация. $7900 саудасы бар.